үнемі өзгерем деп қайта кейінге қалдыра бересіз бе? Жоспарлайсыз, кітап оқисыз, мотивация аласыз, бірақ кейін қайтадан өзіңіз жоғалтып алғандай күй кешесіз бе? Нем дүйсемізден бастаймын, түрлі сылтаулар бізге миымыз тауып бере береді. Осының барлығы не нәрсе? Үнемі бірдеңе біздің өсуіміз жолымызда тоқтап тұрған секілді. Әлбетте, бұның барлығы біздің миымыздағы блоктар мен қорқыныштардың себебі екені белгілі. Бірақ та соларды қалай жеңеміз? Осымен тоқтап қалғанымыз ба деген түрлі сұрақтардың барлығы біздің миымызды жаулап алады. Дәл осы видеода бірге осы сұрақтарға жауап тауып, өзіміздің жан дүниемізге үңіліп, оны ашып, өзгеруімізге себепші болатын видео деген сенімдемін. Видеоны аудио секілді тыңдап жүрсеңіз де болады, өзіңізді жеңіп, соңына дейін тыңдасаңыз еш өкінбейсіз. Онда бастайық. Жалпы бұл блог дегеніміз не? Блог дегеніміз біздің санамыздағы кішкентай бір көрінбейтін кедергі. Былай қарасаң, оны ешкім байқамайды, ол ұсталмайды, бірақ та ол біздің іс-әрекетімізге әсер етеді. Мысалы, сіз бастаңыз дейін, бүгін таңертең тұрдыңыз, өзгерем деп бастадыңыз, өзіңіздің жоспарларыңызды жаздыңыз. Бірақ та сол белгілі бір басқа кедергілер, тағы немесе басқа адамның сөзі сіздің өзіңізге әсер етті, сіз қайтадан бұрынғы қалпыңызға келе қалдыңыз. Бұның себептері не? Біз бірінші, егер де ағып жатқан суды сүрте беріп, бірақ та оны тоқтатпайтын болсақ, себебін білмейтін болсақ, біз ол мәселені шеше алмайтынымыз секілді, біз алдымен себептеріне үңіліп алайық. Бірінші себеп, біз бұл нәрсені белгілі бір өзіміз үшін жасамауымыз мүмкін, немесе басқа адамдар үшін жасамау. Әлбетте, бұл себептердің барлығы сізде табылуы мүмкін, немесе тек біреуі табылуы мүмкін. Сондықтан да соңына дейін тыңдап алыңыз. Біріншісі, сіз Алла разылығы үшін жасамауыңыз мүмкін. Жоспарлайсыз, бірақ та андағы бір тұрған адам мақтаса екен. Сол адамға бір керемет болып көрінсем екен, айналамдағы мен биік адам болып тұрсам екен деген, іште біз өзіміз байқалмайтын нәпсіміздің алдап жатқан түрлі нәрселері болады. Біз кейде оны өзіміз де түсінбейміз. Дәл осы кезде басқа адамдар бізге мойындау бермегенде, орысша айтқанда признание, махаббат, қолдау бермеген кезде, мен онысына сен мақтаса екен деп жасап жатыр едім ғой, бірақ та сен маған оны бермедің, енді мен шаршап қаламын деген секілді, біздің түп санамыздағы, тіпті біз өзіміз түсіне бермейтін сондай диалогтар болып жатады. Яғни біз Алланың разылығы үшін мен өсемін, сондай гармониямен баланста, сондай жан тыныштығында, сондай үйлесімде өмір сүремін, және де оған ештеңе де маған кедергі келтіре алмайды, мен шешім қабылдадым деген сәтте біздің жоспарларымыз да, кітаптарымыз да, кез келген алға қойған мақсаттарымызға жетуімізде өте оңай бола бастайды. Және де екіншіден, әлбетте бұл басты қорқыныштар. Мысалға, сіз жоспарладыңыз, бірақ та сіз жоспарыңызға сеніп отырған жоқсыз. Осы менің қолымнан келе ме? Қандай да бір мен секілді адам осыған жете ала ма? Біз өзіміз түсінбесек те, сен осыны өзіңе рұқсат беріп отырсың ба? Сен мүлде ондай адам емессің деген секілді түрлі біздің миымызда шектеулер болады. Бірақ та мен сізге айтқым келеді. Бұл шексіз әлемді, 18 мыңдаған көптеген шексіз ғаламды санауға сан жетпейтін ғаламды жаратқан Алла тағала сіздің бір арманыңызды орындай салу, немесе сізді биікке көтере салу, сізді тіпті барлық бұл әлемдегі адамдардың барлығын көтере салу Аллах үшін дым емес. Аллахқа бұл қолымен сілтей салса болғаны, қалғанның барлығы Аллаға өте оңай. Тіпті бұл жердің біздің бір галактиканың өзін алатын болсақ, жұлдыздардың өзін алатын болсақ, бүкіл әлеммен салыстырғанда өте кішкентай. Сондықтан да өзіңізді шектемеңіз. Мысалға сізде мынандай блоктар болуы мүмкін. Кішкентай кездегі арты болма, алды болма, тобырдың арасында жүр. Осылардың арасында жүре бер, қайда барасың деген секілді түрлі ойлар болуы мүмкін. Бірақ та ойлаңыз, Аллах тағала сізді бұл әлемге миссиямен жіберді. Сіздің бұл өмірде өзіңіздің миссияңыз бар. Сізде ешқашанда ешқандай себепсіз просто так жай ғана Алланың жаратыла салуыңыз мүмкін емес. Яғни сіз жақсы нәрсеге лайықтысыз. Сіз ең жақсы нәрсеге лайықтыңыз.
айналаңыздағы барлық адам сіз өсейін деп жатқан кезде өсектеуі мүмкін, сіздің артыңыздан шалғысы келуі мүмкін. Қазақ бекер айтпайды ғой кейде, жоқ болсаң бере алмайды, бар болсаң көре алмайды дейді. Яғни алға ұмтыла берген сайын сіздің артыңызда түрлі өзінің тобырынан айналасына шығарғысы келмейтін адамдарда көбейе береді. Бірақ та оларға ешқандай да зұлымдықпен, кекшілікпен қарамаңыз, керісінше оларды аяңыз. Себебі сіз өзіңізді аямай ақ қойыңыз, сіз өзіңіз не болып кетті деп өзіңіз түсінбей қалуыңыз ол дұрыс емес. Керісінше сізді аяқтан шалғысы келіп, сол төмен деңгейде өзін сізді өсектеуге лайық көріп, өзге адамның шаруасымен айналысып отырған адамды шынайы жүрегіңізбен аяңыз. Оның өскенін қалап, керісінше бір тілектес болыңыздағы, теңіздегі өзіңіздің жолыңызбен кете беріңіз. Егер де біліп қойыңыз, сіз жолда үріп жатқан иттерге қайта көңіл назарыңызды аудара беретін болсаңыз, сіз діттеген мақсатыңызға жете алмайсыз. Яғни Мұхтар Әуезов айтқан секілді, ит үрді екен деп мен үретін болсам, адамдығымнан не қалды дейді. Яғни сіз өзіңіздің адамдығыңызды, ішіңіздегі рухыңызды, жалыныңызды сақтап, алға қарай бара беріңіз. Білесіз бе? Білесіз, ит үреді, керуен көшеді деген нәрсе бар. Бірақ та ит үрмей, керуен жүрмейді деген нәрсе бар. Яғни көш керуенді жүргізіп отыратындай кейде сол иттер болады. Яғни олардың кейбір сөздеріне мән беріп, өзіңіздің минустарыңызды түзесеңіз, олардың кейбір нәрселеріне, яғни сізге негативтеріне назар аудармай, ол өзінің ойы, өзінің сезімі, оның маған ешқандай да қасы жоқ. Аллах мені сүйеді, Аллах мені жақсы көреді, және де мен алға қарай ұмтыламын деген өзіңізге сондай тамаша установканы, бағдарламаны қойыңыз. Яғни өзіңізге сезінуге рұқсат беріңіз. Бұл әлемді жақсы көруге. Мынандай тамаша лайфхак бар. Сіз бұл әлемдегі жан-жағымдағы адамдар үшін менің өзгергенім оларға невыгодно. Олар үшін менің өзгергенім ешқандай да тиімді емес. Яғни олар өзінің айналасында сөйтіп шығармағанды жақсы көреді. Жалпы кез келген адам өзінің ыңғайлы зонасынан тамақ ішіп отырып тұрып ұйықтағаннан шыққысы келмейді. Ми сондай жалқау, себебі миға баяғы аштық заманнан бері энергия сақтау деген программа бар. Яғни енді біз оны алға қарай ұмтылдыруымыз керек. Энергия бізге жеткілікті. Қазір ешқандай да аштық заманы емес. Онда мен алға қарай ұмтыла беремін. Аллах мені жақсы көреді. Маған ашық, әлем сондай керемет, әлем сондай молшылық деген екі осы жаңағы бұл әлем, бұл айналамдағылар үшін менің өзгерген дейін емес, және де бұл әлем мелшісексіз ашық молшылық әлем мені күтіп тұр, сүйіп тұр деген нәрсені өзіңіздің миыңызға құйып қойыңыз. Яғни себептерін талқылап алатын болсақ, онда нақты қадамдарды ұсынайын. Бірінші қадамыңыз ол өзіңізді қуанта біліңіз. Өзіңізді мақтай біліңіз. Яғни өзіңіздің кейбір жетістіктеріңізді құныстандыра бермей, өзіңізді бағалаңыз. Бірақ та өзіңізді бағалағаннан кейін өзіңізге қатты алып тәкаппарланып та кетпеңіз. Екінші, мықты болыңыз. Яғни бұл өмірде сондай бір ішіңіздегі рухыңыз болсын, Аллаға сеніміңіз болсын. Егер де сізде қазір көптеген проблемалар болып жатса, бәлкім сіздің Алламдағы қарым-қатынасыңызда проблема болып жатыр. Яғни сіз дәл қазір сізге бірінші беретін тапсырмам, Аллахпен тілдесіңіз. Аллахқа жай-күйіңізді, дұғаларыңыздың барлығын айтыңыз. Аллах ең керемет психолог. Одан кейінгісі барлық қорқыныштарыңызды, сезімдеріңізді, реніштеріңізді қағазға түсіріп, оны өртеп тастау. Ішіңіз керемет жеңілдеп, тамаша сезімге бөленетіңіз анық. Үшіншісі, мен жасамасам кім? Қазір жасамасам қашан? Қалай жасаймын деген сұрақтарды өзіңізге қойып, 10 жылдан кейін менің өмірім қандай болғысы келеді? Жалпы өзіңізге армандауға рұқсат беріп, шексіз әлемді шектемей өзіңіздің потенциалыңызды 100% ашып, жалпы өзіңіздің ішіңізге үңіліңіз. Айналаңызға мән бермеңіз. Сіздің ішіңіздегі хал-күйіңіз маңызды, және де әрдайым ниетіңізді дұрыстаңыз. Үнемі сіз Аллаға мұқтажсыз. Өзіңізді жақсы көріңіз, Алланы сүйіңіз, әлемді жақсы көріңіз. Дәл осы видеоны күн сайын тыңдаған сайын әртүрлі түсінесіз. Үнемі тыңдап жүріңіз, және де дәл осы сіздер блогтар бар болды ма, пікірге жазып, және де
бүгінгі видео сізге ұнады ма, жаныңызға жақты ма, соның барлығын төменге жазып, егерде ұнаса, бұл видео барынша көптеген адамдарға пайдалы болу үшін лайк басып кетіңіз, тіркеліп өтіңіз. Менің барлық ниетім сіздер үшін пайдалы болу, көздеріңізді аша білу, көкірек көзімізді, қазағымыздың ояту. Онда сіздерге сенемін, сәттілік. Келесі видеоға дейін тапсырмаларды орындап, биіктерге қадам басатыныңызға сенемін.